Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сізді өзімнің каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін үй жағдайындағы бір жасағынан өте дәмді шығатын рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқамызды ақуызын сарыуызынан ажыратып аламыз. Ақуызын салып жатқан ыдысымыз бізде таза, құрғақ болуы тиіс. Ажыратып болып 70 грамм қантымыздың жартысын ақуызына, жартысын сарыуызымызға қосамыз. Ақуызымызды жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Бірінші миксеріміз бізде жай жылдамдықта болады. Одан кейін жылдамдығын қосып, меренге болғанша миксерлеп аламыз. Біздің массамыз сондай қозғалмайтын біркелкі масса болуы тиіс. Енді сарыуызымыз бен қантымызды араластырамыз. Осы массамыздың үстіне 65 грамм сүтімізді құямыз. Бөлме температурасында тұрған және 50 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосып аламыз бірінші. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп, сұйық массамыздың үстіне қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп алу керек. Барлығын біркелкі масса болғанша тағы да араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Осы массамыздың үстіне ақуызымызды аз-аздан салып, төменнен жоғарыға қарай араластырып қосып отырамыз. Бір бағытта ғана қозғалады. Пергамент қағазымызға дайын массамызды құйып, тегістеп аламыз. Және алдын ала қызып тұрған 180 градус пешімізге 15 минутқа қойып, рулетіміздің бисквитін пісіріп аламыз. Бізде бисквитіміз дайын болды. Ыстық күйінде осылай пергамент қағазынан босатып аламыз. Ыстық күйінде және де таза орамалға орап, рулет формасына келтіріп орап қоямыз. Біздің рулетіміздің бисквиті суығанша осылай орамалда оралып тұрады. Біздің бисквитіміз суыды. Осылай ішін ашып, ортасына өзіміздің қалағанымызша повидло, джем қоссаңыздар да болады. Мен крем қостым. Кремді қосқаннан кейін осылай нығыздап тұрып ораймыз рулетімізді. Видеода көргендей жеңіл оралды, себебі рулетіміз суығанша орамалда осылай формасын ұстап тұрды. Дайын рулетіміздің үстін өзіміздің қалауымызша әсемдеп шықсақ болады. Мен шоколад қолдандым. Шоколад құйғаннан кейін рулетімізді 5 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Өте дәмді, өте нәзік болып шығатын үй жағдайындағы рулетіміз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де менің каналымда көптеген тәттілердің, тағамдардың рецепттерін көре аласыздар. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетсеңіздер болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.